Сәлем құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пеште емес, табада дайын болатын торт дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 4 жұмыртқамызды шағып, үстіне құмшекер салып, миксерлеп көпіртіп аламыз. Массамызға сүт және де сұйық май құйып араластырамыз. Керекті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жақтан оқып көрсеңіздер болады. Он, разрыхлитель және де какаомызды қосып, бір келкі масса шығарамыз. Қызып тұрған табамызды майлап, жаңағы массамыздан бір ожағын құйып, блинчик сияқты етіп жан-жағына жақсылап жеткіземіз. Және де бетін жауып, жай отта пісіріп аламыз. Корждарымыз суығанша кремін дайындайтын боламыз. Мен үйде бар заттарды қолдандым. Бірінші қаймақ және де қоюлатылған сүттің 2 түрін пайдаландым. Олардың барлығын бір ыдысқа құйып, және де миксермен көпіртіп жақсылап дайындап аламыз. Менде осындай 6 корж дайын болды. Олардың біреуін бетіне әсем дегенге алып қалдым. Қалғанның барлығын бірінің үстіне бірін арасына крем жаға отырып пропитканы да ұмытпаңыздар. Мен осы жерде пропитканы жай ғана қайнаған суға қант араластыру арқылы жасадым. Тортымды осылай әсемдеп шығардым. Сіздер де қалағандарыңызша әсемдесеңіздер болады. Енді дәмі өте керемет болып шықты. Менің каналыма подписаться батырмасын басып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ас